Қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет творогтан жасалатын ерекше пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. 3 жұмыртқамызды алдыменен ыдысымызға саламыз. Оған қантымызды, сүтімізді және де аздап сұйық майымызды құямыз. Барлығын бір келге етіп жақсылап араластыратын боламыз. Қанша керектігін мен описание бөлімінде мөлшерлерін жазып өтетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ол жасалу жолы да және де түрі де өте керемет, ерекше болып шығатын пирогтардың түрі. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышымызды бірге сала отырып, електен өткізіп, осылай қамырымызды араластырып, қоймалжың етіп дайындап аламыз. Достар, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Видеоны көре отырып, мінекей осындай қоймалжың, қамыр түйіршіктері жоқ, бір келгі қаймақ тәріздес қамырымыз дайын болды. Енді оны жан-жағын жинап, формамызға салатын боламыз. Кез келген формада пісірсеңіздер болады. Формаларыңызға аздап сары майдан жағып жіберіп, немесе осындай пергамент қағазын төсеу арқылы пісірсеңіздер де болады. Осындай 4 бұрышты ыдыста формада пісірсеңіздер көрінісі осылай әдемі болып шығатын болады. Енді қамырымызды ыдысымызға құйып, бір тегістеп жайғастырып аламыз. Енді творогты массамызды дайындаймыз. Мен термомиксте езетін болғандықтан осылай бірден салып жатырмын. Блендермен езсеңіздер жарайды. Жұмыртқамызды, қантымызды творогымызға салып, қаймағымызды және де менде видеоға түспей қалыпты, крахмал саласыздар. Барлығын блендерлеп, осындай қоймалжың әдемі масса дайын болады. Енді оны кондитерлік мешокқа салып, дайындап қоямыз. Енді дәл осы тұрсында қамырымыздың үстінен сызықтар жүргізіп, яғни жолақшалар етіп, сәндеп осылай творогтың массамызды осылай құйып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай істеңіздер. Өзіме қатты ұнаған рецепттердің бір түрі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көруге барлығыңызға кеңес беремін. Енді духовкамызға жібереміз. Мінекей пісіп шықты. Ыстық күйінде бетіне қант ұнтағын осылай сүйіп шықсаңыздар болады. Және де ыстықтай күйінде жей беруге де болады. Өте нәзік, жұмсақ пирогтардың бір түрі. Өте дәмі керемет болған. Барлығын осылай кесіп, ыңғайлы кескенге де дастарханға ұсынсаңыздар болады.
достар, видео ұнаған болса лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де каналымна тіркеліп кетіңіздер, және де мені қолдап жатқандарыңызға барлығыңызға алғысымды білдіремін. Қазақша контентті қолдап отырайық барлығыңызға. Рахмет.